Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика 3-ші сынып 119 сабақ. Сабақтың тақырыбын білеміз. Міне, бірінші сабақта жауаптар бірдей өрнектерді тап. Сонда сен әлемге танымал картиналардың авторларын білетін боласың. Міне мен бұл жерде менде көрсетіліп қойған балалар. Иван Шишкин 165/3 тең болады 100 азайту 45 тең қарағайлы ормандағы таң. Виктор Васенцов 325 көбейту 2 тең 9 азайту 250. Алинушка Ван Гог 800 азайту 345 тең 91 көбейту 5 күнбағыстар. Бұл жерде балалар бізде жауаптары көрсетілген. Жауаптарын. Ал енді балалар, мен сіздерге 3-ші тапсырмады көрсетемін. Міне балалар, 3-ші тапсырма. Көрдік пе? Ал енді осы 4-ші тапсырмаға қараймыз. Міне сіздерге көрсетіп қойдым. Міне 4-ші тапсырмада асы музейдің 5 залына 29 картинадан ал 3 залына 37 картинадан қойылған. Осы залдарға барлығы қанша картина қойылған? Так, осы жақта мен сіздерге жазып, шарттың жазып көрсеттім және шешуіне жауап. Шартта 5 зал және 29 картинадан дейді. Ал бізде екінші шарттысында 3 зал 37 картинадан барлығы белгісіз деп қоямыз. Шешуі бізде жақша 29 көбейту 5, жақша қосу жақша 37 көбейту 3 және жақша тең 145-ке қосамыз 111-ді балалар. Так, балалар, сонда бізде 256. Залдарға барлығы 256 картина қойылған. Ал енді балалар 5-ші тапсырмаға көшейік. Міне балалар сіздерге шартын жазып көрсеткен жоқпын. Өйткені өздерің шарттарын жазсаңдар болады. Мен сіздерге уақыт берейін. 5-ші тапсырма. 5 қолапта 40 сықпа бояу бар. 96 сықпа бояуды салу үшін осыған қанша қолап қажет болады? Мен қазір балалар сіздерге дәптерге көшіріп жазып, сіздерге көрсетем шартын. Не балалар, бұл шарты. Міне 5 қолапта 40 сықпа, белгісіз қолапта 96 сықпа дейді. Міне сіздерге бұл жерде мен көрсетіп қойғанбын. Балалар, мен осылай шартты деп ойлаймын. Сондықтан өздеріне өз шарттарында менікі дұрыс па, немесе дұрыс емес па көріп көріңдер. Ал енді шешуін оқиын. 40 бөлу 5 тең болады 8, 96 бөлу 8 тең 12. Жауабы 96 сықпа бояуды салу үшін осындай 12 қолап қажет. Ал енді келесі тапсырма. Балалар, міне сіздерге ютубтан тауып бердім. Мен әсінде сұлба бойынша әртүрлі есептер қыз. Сізге дәптер жазамын дегенше көп уақыт кетіремін деп ойладым. Сондықтан сізге үйістіп бердім. Балалар, мынақта асы деп тұр, мынақта біріншіде асы 40 бөлу 5 тең 8, 96 бөлу 8 тең 12. Бұны жазбайсыңдар. Өйткені бұл 5-ші тапсырмада асы. Міне әсінде үйістіп құрастырып берді. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, міне 6-ші тапсырма. Өрнекті амалдар бойынша баған түрінде жаз және есепке. Сізге міне көрсетіп қойдым. Көрдіңіздер ме? Осыны ағайы өздерін үшеуін жалғастырып жазсаңдар болады.
Ал енді келесі тапсырма бізде 7-ші тапсырма дейді. 7-ші тапсырмада сіздерге тек қана теңдеулерін көрсетемін. Міне балалар, теңдеумен сіздерге көрсетіп қойған. Мына x көбейту 60 тең 300, x-тен 300 бөлу 60 тең болады. Балалар, қалай ойлайсыздар? Бұнда жазылған және. Балалар, x көбейту 5 тең x-тен 5 көбейту 6 тең 300. Сонда үстіп жазып шығыңдар. Шарттарын өздерін құрамыз, балалар. Мен сіздерге жаңа есептен шарттарын, шешулерін, жауабын барлығын жазып қойдым. Сондықтан енді 8-ші тапсырмаға көшейік. Балалар, 8-ші тапсырма сіздерге көбейткішпен бөлінгіш көрсетілген. Балалар, маған сұраққа жауап бересіздер ме? Осылай қалай айтылады? Балалар, айта беріңдер. Мен сіздерді тыңдаймын. Бұны қалай айтады? Жарайсыңдар, дұрыс, әрине, көбейткіш, көбейтіндің мәні. Бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні дейді. Балалар, ал енді сіздерге түсіндірейін. Бұл жақта бірінші 40-қа қосамыз, өрнек бойынша құрастырсаңдар, онда бірінші 40-қа қосамыз 10-ды, көбейтеміз 5 тең болады 250. Онда балалар, 8-ші тапсырмада болсақ, 9-ші тапсырмаға көшейік. Балалар, міне. Енді 9-шы да тапсырмаға келіп біз ғой, балалар, тез-тез өтіп қойыпты. Уже 7 минут мен осы видеоны түсіріп жатырмын. Мобильмен. Ал енді 9-шы тапсырма. Сіздерге осылай жазып көрсетілген. Оқиын. 4 қорапқа қарындаштар салынған. Бірінші қорапта 4 дейді. Бірінші жазбамен жазғанда бірінші қорапта 4 дейсіздер. Ал енді екіншіде дегенде 8 дейсіздер. Екіншіде 8 дейсіздер. Ал үшіншіде дегенде жазғанда үшіншіде 12 дейсіздер. Ал 4-тің ішінде ал дегенде жазбаймыз. 4-шіде 24 қарындаш бар дейді. Ал енді қарындаштарды қораптан шығармай екі ағайында балаға қалай теңдей бөліп беруге болады. Бізге ол үшін балалар тағы кім оқ береді маған? Оқ беріңдер, мен тыңдаймын. Так, балалар, оқ беріңдер маған. Кімде біреу оқыды ма, жарайсыңдар. Онда сен дұрыс оқыпсың, жарайсың. Ал енді балалар, бізге 19-ды 19-ға қоссақ қанша болады? Так, балалар, сіздердің ответтеріңізді күтем. Әрине балалар, 38 болады. Сонда біріншіден біз дәптер 4 қосу 8 қосу 12 қосу 14 тең болады 38. 38-ді бөлеміз 2-ге тең 19. Балалар. Балалар, назарларыңызға рахмет. Балалар, енді тағы сұрақ қойып жіберсем бола ма? Рахмет. Бірінші сұрағым, сіздер осы сабақ түсінікті болды ма? Онда сіздер жасыл қарындашты алып, жарайды балалар, бұны мен өз оқушыларыма берейін дегенмін, бірақ сіздерге басқа оқушыларға осылай жазбай қойыңыздар. Так, балалар.
бірінші тапсырма түсінікті болса, онда сіздерге жарайсың деген баға беремін. Ал орташа түсінікті болса, онда қандай баға деп ойлайсыздар? Әрине жақсы. Ал үшінші бала ештеңе түсінікті болмаса, онда мұғалімнен сұрап, немесе мұғалім видеоны қайтадан басынан көрсең болады. Немесе мен түсініксіз айтсам, онда маған комментарияға жазып кет. Сонда мен осы тапсырмады саған қайталап айтам. Ал үшінші балаға мен талпын немесе балалар үшінші білмеген балаға мен талпын емес. Түсінікті болса, онда сен ең соңғы орында боласың. Саған балдар беріп тұрамын. Жарайды балалар, бірінші түсінікті балаларға 3 балл, екінші орташа 2 балл, ең соңғыға 1 балл беремін. Балалар түсінікті ме? Жарайды балалар, назарларыңызға рахмет. Sağ olun.